Рейнолда Маркус Грин деген режиссер жігіт бар екен, өзіміздің әріптесіміз, бірақ аса танымадым. Сол жігіт Серена және Винус Уильямстер жайлы, атақты теннисші қыздар білетін шығарсыздар, солар жайлы бір фильм түсіріпті. Қазір кинотеатрларда Ричард Патша деген атпен жүріп жатыр. Көрдім, маған ұнады. Серена Уильямсты білесіздер, Олимпиадада бірнеше дүркін жеңімпаз болған, одан бөлек үлкен қалпақ, Уимблдон секілді үлкен ареналарда, теннис ойындарында ешкімге дес бермеген. Оның әпкесі Винус та өте керемет, талантты болған. Ол да Олимпиаданы шамамен 4 рет, әлде 5 рет тұтқан. Сондай-ақ жаңа халықаралық жарыстардың бәрінің шыңын бағындырған адамдар. Ричард Патша осы Винус деген қыздың, жаңағы екі қыздың үлкені ғой, соның алғашқы жеңістерінің төңірегінде өрбитін спорттық драма. Жоқ, бұл спорттық драма емес, сөйтіп аясын тартылпай қойын. Бұл 5 қыз асырап отырған ғажайып әке туралы, патша әке туралы, отбасы туралы, жақсы тәрбие жайлы фильм. Бір үйден 2 қыз әлемдік деңгейге шыққан. Енді керемет қой, бай, атақты, абыройлы, қуатты, бірақ қарапайым қалыптарынан таймаған бір жақсы адам бір. Неге? Себеп әкенің тәрбиесі сондай еді. Әке әуелден жеңілсең жасыма, жеңілсең тасыма дегенде сөзбен емес іспен үйреткен. Сондай-ақ бұл фильмдегі ең бір жағымды нәрсе, кім қыз асырап отырған болса, сол адамдарға ұнайтын түсі, жалпы қыздың жетістікке жетуі, қыздың бір абыройлы болуы, қыздың жақсы болуы әке үшін, ана үшін өте керемет қой. Сондай бір асыл, сондай бір баға жетпейтін керемет сезім. Фильмде бірқатар өмірлік тақырыптар көтеріледі. Соның бірі отбасыдағы әйелдің рөлі, оның орны. Еркек мал табады, еркек үйдің тұтқасы, еркек сондай, еркек мұндай дейміз ғой, бәріміз еркекпіз. Бірақ та әйелдің көрінбейтін, бағаланбайтын ерлігі, оның күйеуіне болысуы, оның отбасының жылулығы, отбасыдағы берекесі жайлы осы фильмде керемет тарқатып көрсетеді. Және мен бір білетін 2 фильм бар. Әйел мен еркектің ұрысын керемет суреттейтін, керемет көрсететін. Оның біреуі үнді фильмі, Шахрух Хан мен Прити Зинта ойнайды. Никогда не говори никогда болу керек, атын ұмытпайтын болсам. Екінші фильм Ноа Баумбахтың Брачная история деген фильм. Сол жерде де Скарлетт Йоханссон, Адам Драйвердің сахнасы керемет болатын. Енді үшінші қосылды осы Ричард Патша деген фильмдегі біздің жеңгей мен көкеміздің арасындағы ұрыс өте қызық. Қазақта бір сөз бар, жақсы әйел еркектің басын төрге сүйрейді, жаман әйел көрге сүйрейді. Көрдіңіз бе? Әйелдің рөлі қандай? Әйел негізгі басты нәрсе болып тұр еркектің жетістікке жетуіндегі. Бұл жерде меніңше әйелге жауапкершіліктен гөрі әйелдің бағасын көтеру көрсетіліп тұрған секілді. Енді біздің осы фильмдегі жеңгеміз бұл төршіл адам, еркектің басын төрге сүйрейтін жақсы адам, шамасы бір көрген жердің қызы болса керек. Маған Америкада көптеген нәрселер ұнайды, жасырмаймын. Енді экономика тұрғысынан болсын, өнерде, мәдениетте үлгі болатын нәрселер көп қой. Жалпы қарапайым өмірде де адамдардың қарым-қатынасы, осы нәрселер ұнайды. Бірақ та ұнамайтын бірнеше нәрселері бар. Мүмкін заңдар, мүмкін түсініктер, мүмкін ұғымдар, құндылықтар. Мен оларды қазақтың артық қылам деп тыртық қылыпты дейтін тәмсіліне балаймын. Соның бірі, мысалы, отбасылардың өміріне араласатын ереже дейміз бе, заң дейміз бе, әйтеуір сондай. Ричард, мысалы, өзінің қыздары Винус пен Серенаны күн демей, түн демей, ыстық демей, суық демей, тіпті жаңбырлы түндерде тенниске баулиды. Ол енді қазақтың баланы аясаң аяма деген тәмсілін жақсы сіңіріп алған секілді, бір жерден оқыған ба, әйтеуір біреуден естіген ба білмеймін ғой. Сондықтан осы тәмсілді сөзден гөрі іс жүзінде жасайтын адам. Өйткені әке жүрегі бір нәрсені сезеді, оны өзгелерге айтып та жүреді. Ол айтады, мысалы, сендер дейді қыздарына, жер бетіндегі, жалпы планетадағы нөмір 1 теннисші боласыңдар. Елдің бәрі сендерге қарайтын болады. Сендер бәріне үлгі боласың дейді. Осы сөз қатты сіңген сонша, Винустың өзі де айтады ғой, одан журналист сұрайды ғой, сіз кім сияқты ойнағыңыз келеді дегенде жауап береді ғой. Жоқ, мен әлемдегі басқа спортшылар мен сияқты ойнағысы келгендерін қалаймын дейді. Енді осы ұғымға үйдегі жеңгеміз де имандай сенеді, бәрі сенеді. Сенбейтін бір адам бар, ол кім? Ол көрші. Енді оған ұнамайтын жөні бар, себебі оның баласы жоқ. Жалпы осы жерде айта кетейікші, баласы бар мен баласы жоқ адамдардың арасында өмірлік бір мәселелерде көзқарастардың қарама-қайшылығы келіп жатады. Өйткені олардың арасында түсінік мүлде бөлек. Сондай-ақ отбасы құрған, шаңырақ көтерген адам мен бойдақтардың арасында сондай бір терең мұхит бар. Бұл енді былай өмірде қатты біліне бермеуі мүмкін, бірақ өмірлік мәселелер бар, шын бір жағдайлар келген кезде осы нәрсе айқын көрініс береді. Сондықтан кейде үйленген адамдардың үйленбеген адамдарға кеңес беруі орындырақ, ал енді үйленбегендердің үйленгендерге кеңес беруі меніңше орынсыз секілді көрінеді, әсіресе отбасы мәселесінде. Сондықтан кейде бір семинар, тренингтерге кімге барып жүргеніңізге қараңыз. Өздері жеке өмірде бақытты ма, бақытсыз ба, осыған жақсылап тұрып тәптіштеп зерттеу керек. Өздері жеке өмірде соншалықты бір табысқа жетпеген, бірақ қаншалған адамдарға, әйелдерге ақыл айтып жатады. Бұл меніңше афераға ұқсайды. Сонымен жаңағы әйел
көрші әйел, ол жапсарлас көрші емес, қарсы көшедегі көрші, сондықтан оның позициясы да қарсы. Сол Ричардтың үстіне шағым жазып полиция шақыртады, ол балаларына қатал деп. Сөйтіп Ричардтың отбасының енді келіп полицейлерге мен шырқын бұзады ғой, бір азшылықтың құқығын қорғаймыз деп жатады ғой. Бұл қоғам үшін жақсы болғанменен, сырт әдемі көрінгенменен, жекелеген адамдарға келіп тірелген кезде меніңше бұл трагедия, бұл жаман. Сондықтан да кейде сөз бар, біреудің құқығы басталған жерде екінші біреудің құқығы аяқталады дейді. Міне отбасы туралы заң, яғни біреулердің отбасына сырттан келіп араласу және көршілердің телефон соға салуы, мына үйде бірдеңе болып жатыр деуі, сөйтіп осы жерге жоқ мәселені әкеп орнатуы және оны ушықтыруы меніңше бұл трагедия. Ричард патша фильмінде сондай-ақ қара нәсілділерге байланысты дискриминация тақырыбы да көтерілген, бірақ бұл конъюнктуралықтан гөрі, ондай сипаттан көрі жалпы өмірде болған адамдардың басындағы жағдайларды телеарнадағы трансляция арқылы береді, сондықтан документалды шынайылыққа сай. Өйткені ақш-тағы полиция қолынан қаза тауып жатқан, бұған дейін қаза тапқан қара нәсілдердің саны көп екенін білеміз. Енді әлемдегі ең құқықшыл, ең демократияшыл ақш үшін бұл енді маңдайда тұрған бір сүртілмеген, кетпеген бір қарадақ. Сонымен енді қорыта келгенде мана тренингтеп қалдық қой. Жалпы бала тәрбиесіне қатысты түрлі семинарларға барып жүрміз ғой. Енді меніңше бармай қою керек секілді. Одан да осы Ричард патшаны көру керек. Бұл үнемі плейлистіңізде тұру керек. Сөйтіп кейде ұмытқанда қайталап көріп, сол жерде мотивация алып, сол жерден жалпы бір ережелерді қарап, сөйтіп өзіңіздің пайдаңызға асыруға болады. Жақсы фильм көріңіз.